Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен номері 137 негізгі орта мектебінің 9 А сынып оқушысы Алимкенова Назерке боламын. Бүгінгі күнде мен президент рөлін атқарамын. Және де сіздерге біздің мектебіміздің телестудиясын, яғни 137 News телестудиясының мақсатын айтып кететін болсақ, біріншісі ол мектеп, қала, республика өмірінің мәселелерін өзектендіру, екіншісі мектеп ұжымын біріктіру, және де соңғы үшіншісі мектеп теледидары арқылы оқушыларының жауапкершілігін арттыру. Мен Жараспаева Мөлдір, 137 News телестудиясының жүргізуші боламын. Мен 11 желтоқсан күні сіздерге 3 сұрақ қоятын боламын. Ең біріншісі, өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Екіншісі, сіз не себептен мұғалім болдыңыз? Және де үшіншісі, мектептің басты миссиясы қандай? Осы 3 сұрақты мен сіздерге қоятын боламын. Сондықтан күтіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Міне біздің бүгінгі балалардың жұмысын көріп отырсыздар. Біздің бүгінгі бірінші бағдарламамыз телестудияны іске қосып отырмыз. Бұл телестудияның мақсаттарын өткен бейнеде айтып кетті. Осы үш сұрақтың арасында, қойылған сұрақтардың арасында мен біздің мұғалімдер осы мектептің миссиясын біледі екеніме көзім жетіп отыр. Енді құрметті мұғалімдер, көрушілер және де оқушылар, 14 желтоқсанда 23 жылы біздер тағы да сіздерге көптеген сұрақтарды қоямыз. 3 сұрақ қойылады. Ол қандай сұрақтар болатынын келесі бейне баспада болады. Оны біздің жүргізушілер қазір сіздерге айтады. Рахмет. Біз 137 News тележүргізушілері 14 желтоқсан келесі сұрақтар қоямыз. Біріншісі ол бүгін барша қазақстандықтарға ортақ қандай мереке екенін білесіз бе? Екіншісі, біздің мемлекетіміз қай жылы өз тәуелсіздігін алды? Және үшіншісі, Қазақстан Республикасының 3 рәмізін білесіз бе? Здравствуйте, мы телеведущие канала 137 News. 14 декабря 2023 года мы зададим вам следующие вопросы. Знаете ли вы, какой праздник мы отмечаем сегодня? В каком году Казахстан обрел свою независимость? Назовите государственный символ Республики Казахстан. Кто автор гимна Республики Казахстан? Увидимся 14 декабря. До встречи. Қайырлы күн, мен Алимкенова Назерке, 137 News мектеп телестудиясы жүргізуші боламын. Сізге бірнеше сұрақ қойсам бола ма? Болады. Бірінші сұрақ, сіз өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен осы 137 мектептің көркем еңбек пәнінен сабақ беретін мұғалім. Жақсы, сіз не себепті мұғалім мамандығын таңдадыңыз? Бұл мамандықты таңдаған себебім балалармен жұмыс жасаған өзіме ұнайды. Балаларға тәлім тәрбие беру. Өте керемет, сіз мектептің миссиясын білесіз бе? Мектептің миссиясын? Немесе мектептің миссиясы қай жерде ілініп тұрғанын білесіз бе? Білемін, коридорда ілініп тұр. Онда мектептің директоры, сосын заводчтары, сосын мектептің мұғалімдері. Жақсы, рахмет. Сіз осы видеоны біздің әлеуметтік желіге салсақ қарсы емессіз бе? Жоқ, қарсы емес. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, мен 137 News телестудия жүргізуші боламын. Сізге бірнеше сұрақ қойсақ бола ма? Сәлеметсіздер ме? Әрине болады. Бірінші сұрақ, сіз өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Менің аты жөнім Аякина Назым Тілеухановна, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғаліммін. Жақсы, сіз қай себепті мұғалім мамандығын таңдадыңыз? Енді ол кезде біздің кезімізде талап сондай болатын. Ең басты мамандық, беделді мамандық. Ол кезде дәрігер, мұғалім дейтін. Мұғалім болуды мен өзім бала кезімнен ұнаттым. Өте керемет, сіз мектептің басты миссиясын білесіз бе? Мектебіміздің басты миссиясы білімді өзгерістерге бейім, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру. Өте керемет. Осы видеоны әлеуметтік желіге салсақ қарсы емессіз бе? Қарсы емеспін. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, мен Алимкенова Назерке, 137 News телестудиясын жүргізуші боламын. Сізге бірінші сұрақ қойсақ бола ма? Иә. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Абуова Азиза Данияровна, информатика пәні мұғалімі. Жақсы, сіз қай себептен мұғалім мамандығын таңдаған болатынсыз? Білмеймін, мамам мұғалім сондықтан. Жақсы, сіз мектептің басты миссиясын білесіз бе? Иә. Айтып кетсеңіз. Қазір айтам, білімді. Қазір айтам. Ничего, Қазір тұра тұрыңыз.
білімді, сосын өзгерістерге бейімді, сосын бәсекелестікке қабілетті тұлғалар қалыптастыру. Өте дұрыс. Сіз осы видеоны әлеуметтік желіге салсақ қарсы емессіз бе? Өзіміздің мектептің бе? YouTube және Instagram желіге салсақ. Мектептікі ғой, иә? Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, мен 134 News телестудиясы жүргізуші боламын. Сізге бірінші сұрақ қойсақ бола ма? Иә, болады. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Тарих пәні мұғалімі Нұрденова Жансая Қабжанқызы. Сіз қай себепті мұғалім мамандығын таңдадыңыз? Мен бала кезімнен бастап мұғалім болуды армандадым. Сонымен қатар менде отбасымда мұғалімдер өте көп. Балаларға сабақ берген, білім берген ұнағандықтан мен осы мамандықты таңдадым. Сіз мектептің басты миссиясын білесіз бе? Біздің мектептің басты миссиясы білімді, өзгерістерге қабілетті оқушыларды тәрбиелеу. Өте дұрыс. Сіз осы видеоны әлеуметтік желіге салсақ қарсы емессіз бе? Жоқ, қарсы емеспін. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, мен Әлімкелова Назерке 134 News телестудиясының жүргізушісі боламын. Сізге бірінші сұрақ қойсақ бола ма? Болады. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен Қарлығаш Ермекова, көркем еңбек пәні мұғалімі, директор жанындағы тәрбие жөніндегі орынбасары. Жақсы. Сіз не себепті мұғалім мамандығын таңдадыңыз? Балаларды тәрбиелеу, оқыту, үйрету, келешек болашақ ұрпағымыздың жарқын жақта жүргенін қалаймын сол үшін. Өте керемет. Сіз мектептің басты миссиясын білесіз бе? Сапалы білім беру, саналы тәрбие беру. Өте дұрыс. Сіз осы видеоны әлеуметтік желіге салсақ қарсы емессіз бе? Қарсы емеспін. Жақсы, рахмет. Здравствуй, мы являемся корреспондентами нашей школьной телестудии. Могу ли я вам задать пару вопросов? Да, конечно. Какой праздник мы отмечаем сегодня? День независимости. В каком году Казахстан обрел свою независимость? В 1991 году. Назовите символы Республики Казахстан. Герб, флаг, гимн. Кто автор гимна Республики Казахстан? Назарбаев и Қалдаяқов. Спасибо, до свидания. Сәлем, біз 134 News телестудиясының жүргізушілері боламыз. Саған тәуелсіздік күніне орай бірінші сұрақ қойсам бола ма? Сәлем, я қоя бер. Бірінші сұрақ. Бүгін қандай мерекені тойлап жатқанымызды білесің бе? Я, бүгін біз Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесін тойлатып жатырмыз. Керемет. Нешінші жылы Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алды? 1991 жылы. Жақсы. Қазақстан Республикасының әнұранының авторы кім? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Шәмші Қалдаяқов. Жақсы, керемет. Қазақстан Республикасының рәміздерін атап шық. Ту, елтаңба, әнұран. Жақсы, рахмет. Сәлем, біз 134 News телестудиясының жүргізушісі боламыз. Бүгін мен саған 4 сұрақ қойғым келіп тұр. Ол біздің жалпы мерекеміз туралы. Қойсам бола ма? Болады. Бірінші сұрақ. Бүгін қандай мерекені тойлап жатқанымызды білесің ба? Тәуелсіздік күні. Жақсы, керемет. Нешінші жылы Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алды? 1991. Жақсы. Қазақстан Республикасының әнұранының авторы кім? Шәмші Қалдаяқов, Жұмакен Әжімеков, Нұрсұлтан Назарбаев. Жақсы. Және де соңғысы Қазақстан Республикасының рәміздерін атап шықсан. Ту, елтаңба, әнұран. Жақсы, керемет. Қайырлы күн, мен Әлімкелова Назерке 134 News телестудиясының жүргізушісі боламын. Сізге бірінші сұрақ қойсақ бола ма? Иә, болады. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен 134 мектептің дене шынықтыру пәні мұғалімі Қабжанов Бекарыс. Сіз не себепті мұғалім мамандығын таңдадыңыз? Өзім спортқа жақын болғандықтан осы пәнді таңдадым. Жақсы. Сіз мектептің басты миссиясын білесіз бе? Білімді, өзгерістерге қабілетті тұлғаны қалыптастыру. Сіз осы видеоны әлеуметтік желіге салсақ қарсы емессіз бе? Қарсы емеспін. Жақсы, рахмет. Здравствуйте, мы являемся корреспондентами школьной телестудии. Могу ли я вам задать пару вопросов? Конечно. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Николаевна, лаборант. Почему вы решили обучать именно в школе? Ну, во-первых, я не обучаю, я помогаю учителю обучать вас. Вы знаете, где находится миссия нашей школы? Нет. Она находится в холле. Вы знаете, как она звучит? Нет. Наша школьная миссия звучит: формирование знающих, ориентированных на изменения, конкурентоспособных личностей. Хорошо. Будете знать. Спасибо. До свидания.
Қайырлы күн, мен Алимкенова Назерке, 137-ші News телестудиясының жүргізушісі боламын. Сізге бірінші сұрақ қойсам бола ма? Иә. Бірінші өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен Кенжебек Бұлбұл, ағылшын тілі мұғалімі. Жақсы, сіз мұғалім мамандығын таңдаған себебіңіз? Менде ағылшын тіліне деген қызығушылық болды. Кейіннен ағылшын тілін таңдап, сосын мектепке жұмысқа орналастым. Сіз мектептің миссиясын білесіз бе және қай жерде ілініп тұрғанын білесіз бе? Мектептің миссиясы білімді, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім тұлғаларды қалыптастыру. Қателеспесем, ол бірінші этажда мектептің. Иә, өте дұрыс. Және осы видеоны әлеуметтік желіге салсақ қарсы емессіз бе? Жоқ, қарсы емеспін. Жақсы, рахмет. Сәлем, біз 137 News телестудиясының жүргізушілері боламыз. Тәуелсіздік күніне орай бірнеше сұрақ қойсам бола ма? Иә, болады. Жақсы, бүгін күн қандай мерекені тойлап жатқанымызды білесің бе? Иә, білем, тәуелсіздік күні. Жақсы, нешінші жылы Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алды? 1991 жыл. Жақсы, Қазақстан Республикасының әнұранының авторы кім? Шәмші Қалдыбеков пен Нұрсұлтан Назарбаев. Жақсы, және соңғысы Қазақстан Республикасының рәміздерін атап шық. Ту, елтаңба, әнұран. Жақсы.